67-ші сабақ пропорционал бөлуге берілген есептер. Екі қосынды бойынша белгісізді табу түріндегі пропорционал бөлуге берілген есептерге талдау жасап, оларды шығаруды үйренесің. Бірінші есеп. Егер жер құнарлы болса, онда алынатын өнім мол болады. Фермерлер туралы есептерді шығар. Фермер егістіктен 48 центнер, ал көршісі одан 3 есе кем картоп жинады. Олардың әрқайсысы картопты қаптарға 80 килограммнан теңдей бөліп салды. Екеуі бірге қанша қап картоп жинады? Бірінші есепте осылай шартын жазып аламыз. Фермер 48 центнер, көршісі белгісіз, бірақ 3 есе кем деп. Әрқайсысы 80 килограммнан қанша қап, және екеуі бірге қанша қап жинады? Шешуі 48-ді 3-ке бөлеміз, 16 центнер, бұл көршісінің жинағаны. Сосын 48 центнерді 80 килограммға бөлеміз, бұл жерде центнермен тұрғандықтан 48 центнерді килограммға айналдырамыз. Сонда 48 центнер бұл 1600 килограмм. 1600 килограммды 80 килограммға бөлгенде 20 центнер, осы 20 центнерді 60 центнерге қосамыз, сонда 20 қап шығады. Екеуі бірге 60-ға 20 қосқанда 80 қап, екеуі бірге 80 қап картоп жинаған. Номер 2-ші есеп. Жинаған жемісті салу үшін саяжай иесі алма салатын 6 жәшік, алмұрт салатын дәл сондай 4 жәшік сатып алды. Барлығына 5000 теңге төледі. Кестені қара, бір жәшіктің бағасын тап. Мұнда бағасы бірдей, саны 6 жәшік және 4 жәшік, құны барлығы 5000 теңге көрсетілген. Бұл есепті бірінші осылай жазамыз. Алма салатын 6 жәшік, алмұрт салатын 4 жәшік, барлығы 5000 теңге. Әр жәшік қанша теңге? Шешуі 6 қосу 4-тен 10 жәшік. Бұл сатып алынғандығы, сатып алынды. Сосын 5000 теңгені 10-ға бөліп 500, бұл бір жәшік бағасы 500 теңге. Сонда жауабы бір жәшік 500 теңге тұрады. Үшінші есеп, кестеге қара. Бұл есепте 2 сұрақ берілген. Соларды ата. 6 жәшік қанша тұратынын қалай білуге болады? Есепті шығару жоспарына қара дейді. Мұнда барлығы қанша жәшік сатып алынды? Бір жәшік қанша теңге тұрады? 6 жәшік қанша теңге тұрады? 4 жәшік қанша теңге тұрады дейді. Тексеру. 6 жәшік қанша тұратынын қалай білуге болады дейді. 6 жәшік қанша тұратынын қалай білуге болады? Ол үшін үшінші сұрақты қараңыздар. 6 жәшік, 6 міне 500, бұл бір жәшіктің бағасы. 6 жәшікті табу үшін 500-ді 6-ға көбейтеміз. Сонда 3000 теңге тұрады. Мынаған жауап. Есіңде сақта. Екі қосынды бойынша белгісізді табуға берілген есептер өзара байланысты 3 шамадан тұрады. Мұндай есептердің шарттарында бір шаманың 2 мәнінің қосындысы берілген. Ізделініп отырған шаманы табу үшін алдымен басқа 2 белгілі шаманың қосындысын табу керек. Төртінші есеп. Есепті шығар. 2 бригада бірге 150 қап пияз жинады. Олардың біреуі 4500 килограмм, ал екіншісі 3000 килограмм жинады. Әр бригада қанша қап пияз жинады? Шартын осылай жазып аламыз. Бірінші бригада 4500 килограмм, екінші бригада 3000 килограмм, және қанша қап екенін табу керек? Барлығы 150 қап. Шешуі 4500 қосу 3000 килограмм, тең 7500 килограммды береді. Осы 7500 килограммды 150-ге бөліп 50 килограммды аламыз. Бұл әр қапта 50 килограмм. Сосын 4500 килограммды 50-ге бөлеміз әр қаптың салмағына. Сонда 90. Бұл бірінші бригадада 3000-ды 50-ге бөлу арқылы 60. Бұл екінші бригадада. Жауабы бірінші бригада 90 қап, ал екінші бригада 60 қап жинады.
Бесінші есеп. Есепті шығар. Қатынау саны 1-2 жүк машинесі 99 тонна жүк тасымалдады. Бір рет қатынағанда біреуі 4 тонна, ал екіншісі 5 тонна жүк тасымалдайды. Жүк машинелердің әрқайсысы қанша тонна жүк тасымалдаған? Бесінші есептің шартын осылайынан жазамыз. Бір жүк машинасы 4 тонна, ал екінші жүк машинесі 5 тонна. Осылардың қанша рет қатынағанын табу қажет. Барлығы 99 тонна. 5 тоннаға 4 тоннаны қосамыз, 9 тонна. Осы 99-ы осы 9 тоннаға бөлеміз, 11. 4-ті 11-ге бірінші жүк машинесікін табу үшін 4 тоннаға 11-ді көбейтеміз, сонда 44 тонна. Ал екінші жүк машинесінікін табу үшін 5 тоннаға 11-ді көбейтеміз, сонда 55 тонна. Жауабы: бір жүк машинесі 44 тонна, екінші жүк машинесі 55 тонна жүк тасымалдайды. Алтыншы есеп. Тік төртбұрыштан қиып алынған фигуралардың ауданын табудың әртүрлі тәсілін қарастыр және түсіндір. Бірінші фигура, екінші фигура және үшінші фигура. Осы фигуралар бойынша біз қазір фигураның ауданын есептеп шығарамыз. Ең бірінші фигура бойынша біз берілгенін жазып алдық, яғни ұзындығы, оның ені бойынша. Осылайынан жазып аламыз. Шешуі: S1 тең A1 көбейтілген V1 тең болады 5 2-ге көбейткенде 10 см квадрат. S A көбейту V тең 7 көбейту 5, сонда 35 см квадрат. S2-ні табу үшін осы S-тан S1-ді азайтамыз. 35 минус 10 тең 25 см квадрат. Фигураның ауданы 25 см квадратқа тең. Келесі фигура бізде қабырғасы 5 см, 2 см-ге тең болатын, осылайынан жазып аламыз. Екіншісін шешуі: S1 тең A1 көбейту V1 тең 5 көбейту 2 тең 10 см. S2 тең A2 көбейтілген V2 тең 5 көбейту 3 тең 15 см квадрат. S тең S1 қосу S2 тең 10 қосу 15 тең 25 см квадрат. Екінші фигураның ауданы 25 см квадратқа тең. Үшінші фигурамыздың шартын осылайынан жазамыз. Осылай жаздық. Сосын шешуі: S1 тең A1 көбейтілген V1 тең 2 көбейту 2 тең 4 см квадрат. S2 тең A2 көбейтілген V2 тең 7 көбейтілген 3 тең 21 см квадрат. S тең S1 қосу S2 тең 4 қосу 21 тең болады 25 см квадрат. Үшінші фигурада фигураның ауданы 25 см квадратқа тең. Бірінші фигура, екінші фигура, үшінші фигура. Осы есептің нұсқасы бар. Мұнда өзің осындай фигураның ауданын табудың әртүрлі тәсілін қарастыр делінген. Мына фигура бойынша. Бұл есепте де дәл осылай берілген фигура бойынша шартын жазып аламыз. Қабырғалардың қаншаға тең екендігіне осылай жазып алдық. Енді шешуі: S тең A көбейту V тең 5 көбейту 8 тең болады 40 см квадрат. S1 тең A1 көбейтілген V1 тең 3 көбейту 4 тең 12 см квадрат. S2 тең S-тан S1-ді азайтамыз. Сонда S2 тең 40 минус 12 тең болады 28 см квадратқа. Фигураның ауданы 28 см квадратқа тең. Бұл бойынша. Алтыншы есептің нұсқасы бойынша. Номер 7 есеп. Тапсырманы орында.
Марат ағай қара өрік терді. Ол 15 данасын Алияға, қалғанның жартысын Айнаға берді. Содан кейін оның себетінде 10 қара өрік қалды. Марат аға барлығы қанша өрік терген? Ол осы есепті шығару үшін бірінші шартын былай жазамыз. Барлығы x, Алияға 15, Айнаға x мен 15 бөлу 2 қалды 10 қара өрік. Сосын осындай теңдеу түрінде шығарамыз. X мен 15 бөлу 2 тең 10. X мен 15 тең болады мына жақты табу үшін, оң жағын табу үшін 10-ды 2-ге көбейтеміз. Сонда 20 шығады. X тең 20 қосу 15, X тең 35. Жауабы Марат ағай барлығы 35 қара өрік терген. Номер 8. Астық өсіру үшін қандай қолайлы табиғи жағдайлар қажет екендігін білесің бе? Диірменде бидайдан ұн тартады. Сызба бойынша ұн туралы пропорционал бөлуге есеп құрастыр. Мұнда 2 күн, 3 күн берілген, қанша тоннадан? Барлығы 200 тонна дегенмен. Бірінші осылай жазып аламыз. Бір диірмен 2 күнде қанша тонна? Екінші диірмен 3 күнде қанша тонна деген секілді. Барлығы 200 тоннаны құрайды. Келесі шешуі 2 қосу 3 тең 5 күн, яғни барлық күндер санын шығарамыз. 200 тоннаны 5 күнге бөлеміз, сонда 40 тонна шығады. Бұл бір күндегі жаңағы диірменде қанша ұн шығарылатындығы. 2 күнде табу үшін 2-ні 40-қа көбейтеміз. 80 тонна бұл 2 күнде бірінші диірменде. Ал 3 күнде табу үшін 3-ті 40-қа көбейтеміз. Сонда 120 тонна. Жауабы бір диірменде 2 күнде 80 тонна, екінші диірменде 3 күнде 120 тонна ұн тартты. Номер 8. Номер 9. Ойлан және жауап бер. Фермер 5 сиыр, бірнеше түйеқұс пен қоян өсіреді. Сиырлардың аяғының саны түйеқұстардың аяғының санына тең, және қояндардың аяғына қарағанда 4-еуі артық. Фермерде барлығы неше сиыр, түйеқұс және қоян бар? 9-шы есептің шартын дәл осылай жазып аламыз. Сиыр 5, түйеқұс пен қоянның саны белгісіз. Дегенмен түйеқұстардың аяғының санына тең, сиырлардың аяғының саны түйеқұстың аяғының санына тең, бірақ 4-еуі артық. Шешуі 5 көбейту 4 тең 20, бұл сиырлардың аяғы. 20-ны 2-ге бөлеміз, 10 түйеқұс саны. 20-дан 4-ті азайтамыз, 16 қояндардың аяғы. 16-ны 4-ге бөлеміз, 4 бұл қояндардың саны. Сонда жауабы фермерде 5 сиыр, 10 түйеқұс, 4 қоян бар. Номер 10-шы есеп. Есептерді шығар. А. Оқушы бірдей бағада барлық 10 дана торкөз және жолды дәптер сатып алды. Торкөз дәптерге ол 150 теңге, ал жолды дәптерге 100 теңге төледі. Оқушы неше торкөз дәптер және неше жолды дәптер сатып алды? Осылай бірінші шартын жазып аламыз. Торкөз дана белгісіз, 150 теңге, жолды дәптер неше дана 100 теңге. Барлығы 10 дана. Әр дәптердің бағасы қанша теңге? Ол да белгісіз, бірақ бірдей. 150 қосу 100 тең 250 теңге, барлығы 250 бөлу 10 тең 25 теңге, бұл бір дәптердің бағасы. 150 бөлу 25 тең 6 дана, 100 бөлу 25 4 дана. Оқушы 6 торкөз дәптер, 4 жолды дәптер сатып алды. 10-шы есептің А нұсқасы кассаға қандай ақшалармен төлеуі мүмкін? Бір мүмкін нұсқаны жаз. Кассаға
ол 200 теңге немесе 50 теңгемен төлеуі мүмкін, немесе 100 теңге, 100 теңге, сосын 50 теңге қылып төлеуі мүмкін. Екі вариантта.